Өткен жылы Жетісу облысында 21 мамандық бойынша 800-ден аса адам оқытылды. Олардың басым бөлігі ауыл тұрғындары. Жаңа мамандықты меңгергендердің арасында жеке кәсіп ашқандар да бар. Ұлтуған Асылбек қызы тігіншіліктің қысқа мерзімді курсын өткен жыл тәмамдады. Меңгерген мамандығына сай ол Ескелді ауданы Нұрмолда Алдабергенов ауылынан шағын сауда орнын ашқан. Онда өз қолымен тоқыған бұйымдармен тіккен көрпе жастықтарын сатады. Оқудан киім пішуді, қалай сызуды, қалай тігуді үйрендік. 3 ай курс үйренді, жақсы үйреніп шықтық. Оқудың жақсы пайдасы тиіп жатыр деп ойлаймын. Өзім киім тігіп, өрнек тігіп, жұмысымды дамытып отырмын ғой. Ал Аля Жолышеваның шеберханасы өз ауылындағы сауда орталығында орналасқан. Ондағы тігін мәшинкелерді ол жеңілдетілген несиеге сатып алды. Мемлекет көмегімен кәсіп бастаған ісмер өзін ғана емес өзгені де жұмыспен қамтып отыр. 2 жұмысшы алдым жұмысқа. Перде, пастель бар, көрпе төсек, құрақ, солардың бәрін жасаймыз. Ауыл аманатына қатысып, мен сондай жаңағы жүнді қайта өңдейтін техника алсам деп отырмын. Техника алсам, сол біз ар жағында киімнен бастап көрпе төсек бәрін несін жасаймын деген ниеттемін. Өткен жылы Жетісу облысындағы 800-ден аса адам 3 айлық кәсіптік курстан өткен. Олардың 90%-дан астамы тұрақты жұмысқа орналасты дейді жауаптылар. 2024 жылы біз 30 мыңға жуық азаматты жұмысқа орналастыру жоспарымызда бар. Бұл негізінде бізде қазіргі сәтті іске асырылып жатқан ауыл аманаты жобасы, жастарға 2,5% микрокредит беру, сонымен қатар жастарды тәжірибесіне жіберу, бірінші жұмыс орны жобасы бар, қоғамдық жұмыстары бар. Одан бөлек 100 мың халыққа 10 мың азаматты жұмысқа орналасу индикатор бар, сол бағытта жұмысты жалғастыратын боламыз. Жұмыссыздарды жаңа мамандыққа баулу биыл да жалғасады. Ол үшін қазынадан 340 миллион теңге қаржы бөлу қарастырылған. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, 24 KZ, Жетісу облысынан.